Қазақ тілі мен әдебиеті бірінші курс. Оқытушы Галимова Сауле Женисовна, Жаяу Мұса атындағы жоғары көпсалалы Ақсу колледжі. Сабақтың тақырыбы: темір жолшы тарихи оқиға шежіресі. Оқу бағдарламасына сілтеме. Прозалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындау. Мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты толық анықтап, негізгі ойға өз көзқарасын білдіру және оны бағалау. Сабақтың мақсаты: білім алушыға тақырып бойынша көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындауға үйрету, мәтін мазмұнын толық анықтап, негізгі ойға өз көзқарасын білдіру және оны бағалауға үйрету. Бағалау критерийлері: прозалық шығарма үзіндісінен жалпы адамзаттық мәселені анықтайды, мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты анықтайды, өз көзқарасын білдіреді. Дескрипторлар: әрекет жасау жолдарыңыз. Не істейсіздер? Сұрақтарға жауап бересіздер, дәлелдер келтіресіздер, мәтін мазмұнын анықтайсыздар, өз ойларыңызды білдіресіздер, оны бағалайсыздар, кейіпкерге мінездеме бересіздер, қорытынды жасайсыздар. Тілдік міндеттер: қоғам байлығы, тарих оқиға отанның аясындай сезілді. Ойлау дағдыларының деңгейлері: білу, түсіну, қолдану. Жоғары деңгей дағдылары: талдау. Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым. Қандай құндылықтарды игересіздер? Дұрыс әрекет, қайырымдылық, отансүйгіштік. Пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, химия. АКТ-ны қолдану, таныстырылым, бейнеролик. Сабақты неден бастаймыз? Сіздерге қазір темір жолшы саласы деген бейнероликті ұсынып отырмын. Сіздер осы сілтеме бойынша бейнероликті қарайсыздар, содан кейін осы сұрақтарға жауап бересіздер. Бейнероликте қандай мәселе қарастырылды? Темір жолшы саласын кімдер таңдайды? Келесі: тыңдалым тапсырмасы. Балғабек Қадырбекұлы темір жолшы әңгімесінен үзіндіні оқисыздар. Осы әңгімеден үзіндіні бір-екі рет өздеріңіз оқып шығасыздар. Содан кейін үзінді бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Мәтін не жайлы? Мәтіннен деректі ақпаратты табыңыз. Әліш алғашқы пойызды көргенде өз ойларыңызды ортаға саласыздар. Осы сөйлемді жалғастырасыздар. Келесі тапсырма: мәтін бойынша жалпы адамзаттық мәселеге қатысты сөз тіркестерді жазасыздар. Оқылым тапсырмасы: үзіндіде көтерілген мәселені анықтап, сол мәселе бүгінгі күні өзекті ме? Осы сұраққа жауап бересіздер. Өз ойларыңызды ПТМС формуласы арқылы жеткізесіздер. Сол мәселе бүгінгі күні өзекті ме? Бірінші сөйлем: менің ойымша. Сөйлемді жалғастырасыздар. Екінші сөйлем: себебі оны былай түсіндіремін. Қалай түсіндіресіздер? Жалғастырасыздар. Үшінші сөйлем: оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Өз дәлелдеріңізді, фактілеріңізді білдіресіздер. Сөйлемді аяқтайсыздар. Соңғы сөйлем: осыған байланысты мынадай қорытынды шешімге келдім. Өздеріңіздің қорытынды шешімдеріңізді жазасыздар. Рефлексия, кері байланыс. Осы тақырып бойынша бейнероликті көрдіңіздер, үзіндіні оқыдыңыздар, тапсырмаларды орындадыңыздар. Осы бойынша бүгін сабақта алғаным. Сабақтан не алдыңыздар? Жалпы пікірлеріңізді білдіресіздер. Рахмет.